Сәлем достар, бүгін мен сіздерге бірнеше сөздерді оқып бергім келеді. Can, send, cat, car, symbol, coat, cup, celery, carrot, cook, cut, corn, city, circle, crab, cow. Бұл жерде барлығы с әрпінен келсе де, мен оны кей жағдайда к деп оқыдым, кей жағдайда с деп оқыдым. Бұның себебі неде? Ағылшын тілінде с әрпінің оқылу ережесі, яғни қай кезде с, қай кезде к болып оқылады. Бізге бұл дауысты дыбыстарды білу керек болады. Дауысты дыбыстар олар, өздеріңіз алдыңғы сабақта өтіп кеткендей, A, E, I, O, U, Y. Осы 6 дауысты дыбысты біз екіге бөлеміз. Сонымен, с әрпі оқылатын кезде, яғни с әрпінен кейін E, I, Y әріптері кездессе, онда біз с деп оқимыз. Мысал үшін, city, қараңыз, с әрпі деген I әрпі, яғни дауысты дыбыс кездесіп тұр. Cycle, с әрпінен кейін дауысты дыбыс, яғни дауысты әріп, ол Y әрпі кездесіп тұр. Сонымен қатар celebrate, I әрпі кездесіп тұр, с әрпінен кейін. Яғни с әрпінен кейін дауысты дыбыстардың I, I, Y әріптері кездессе, біз онда с деп оқимыз. Келесі, егер де с әрпінен кейін дауысты дыбыс A, O, U әріптері кездесетін болса, онда біз автоматты түрде к деп оқимыз. Мысал үшін, car. С әрпінен кейін A әрпі кеп тұрма, онда біз car деп оқимыз. С әрпінен кейін O әрпі кеп тұрма, cook, cool, cold. Басқа да сөздер көп, сонымен қатар cute. Яғни с әрпінен кейін U әрпі кездесіп тұр. Осы кезде біз к деп оқимыз. Сонымен қатар с әрпінен кейін кейбір дауыссыз әріптер келсе, онда к деп оқимыз. Мысалы үшін, с әрпінен кейін L дауыссыз дыбысы келіп тұрса, clock, яғни clock. Дауысты дыбыс келсе, к деп оқиды екенбіз. Достар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Ал егер видео ұнаса, лайк баса кетіңіздер. Сонымен қатар бұдан кейін бұдан да күрделірек ағылшын тілінің грамматикасын үйренгілеріңіз келсе, подписаться кнопкасын басып кетіңіз. Келесі кездескенше.